Сәлем достар, дәл осы салатты жасағыларыңыз келсе, міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіздер. Қарыннан ыстық салат. Қарынды алып, жақсылап жуамыз. Жуылған қарынды 1,5-2 сағат қайнатамыз. Солонка етіп турап аламыз. Дәл видеода көрсетілгендей осылай турап алыңыздар. 100 грамм майға 1 пиязды турап саласыздар. Қуырып, үстіне сәбіз турап салып, 1 сәбіз. Оны да қуырамыз. Оның үстіне қарынды саламыз. Қызыл болгарский саламыз. Үстіне чеснок, тұз, ащы бұрыш салып, жақсылап араластырып қуырып, бетіне 5 минут жауып қоямыз. Салатымыз дайын. Өте оңай, тәбет ашарлы ас болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер.